Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салават айтуының пайдасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ким маға bir жолы салават айтса, Алла Таалаға 10 мейірімін түшірет жана 10 жақшылық жазады. Тирмизи. Умайр Ансари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: үмметімден ким маға чын жүрегінен салават айтса, Алла Таалаға 10 мейірімін түшірет, 10 даражаға көтірет, 10 сыйлық жазып, 10 күнөзін кечірет. Насаи. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Жума күндері маға салават көп айтқыла. Чындығында, жума күндері үмметімнің салаваты маға жетіп тұрады. Салаватты көбірек айтқаныңар, қиямат күні маға жақынырақ болады. Байхаки. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Жума күндері маға салават көп айтқыла. Себеби Джабраил алейхиссалам Раббисінің алдынан маға азыр мындай хабар алып келді: Алла Таала жер жүзінде саға бір рет қана салават айтқан, анан мен жана періштелері маға 10 жолы кечірім дуасын айтпай қойған бір дағы мұсылман жоқ дептір. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямат күні маға ең жақын адам, маға салават көп айтқан адам деді. Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түндің ақырқы бөлігінде тахаджудқа тұрып: ей адамдар, Алланы естегіле, Алланы естегіле, титретүүчү келді. Сурнайдың бірінші тартылышы, анын артынан Сурнайдың екінші тартылышы келет. Мына өлім, қорқыныч салған өлім келді деді. Анан Убай бин Кааб радиаллаху анху: Алланын елчisi, чындығында мен сізге салават айтқанды көбейтуні қалап тұрам. Чалып жатқан зикиримден салаватқа қанша уақыт бөлсем болот деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: қанша қаласаң деді. О Алланын елчisi, 4-төн 1 деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: қалағаныңша, егер көбейтсең, андан да жақшы болот деді. Жарымысын деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: қанша қаласаң, егер көбейтсең, андан да дұрыс болот деді. 3-төн 2 деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: қанша қаласаң, егер андан да көбейтсең, саға эле жақшы болот деді. Бардық уақымды салаватқа бөлем деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: егер андай қылсаң, Алла Таала бардық түйшігіңді кетірет жана бардық күнөөлөрүңдү кечирет. Тирмизи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар ақыреттен бейхабар болып қалбасын деп қияматтың жақындығы менен қорқытқан. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: